Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге керемет үлпілдек панкейктер жасаймыз. Бізге қажетті заттар банан, сүт, ұн, жұмыртқа, қант, қопсытқыш, тұз және де сұйық май. Алдымен құрғақ заттарды біріктіріп аламыз, яғни ұн, тұз, қопсытқыш. Енді бананды майдалап болған қант, жұмыртқаны қосып араластырамыз. Содан кейін ұн мен сүтті бөліп қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майды құямыз. Қыздырылған табаға аздап май жағып, қамырды құямыз. Орташа отта әр жағын 1-2 минуттан қуырамыз. Қызарған кезде екінші жағында пісіріп аламыз. Біздің панкейктеріміз дайын, оларды шоколадпен немесе қант ұнтағымен ұсынуға болады. Егер видео ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп кетіңіз. Сәлем достар, бүгін біз керемет десерт Орео пирогын дайындаймыз. Бұл пирог ерекше дәмді әрі оңай жасалады. Бізге қажетті ингредиенттер ұн, қопсытқыш, сары май, қант, жұмыртқа, кілегей, Орео печеньесі, кукуруз крахмалы және де форма. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін ұнға қопсытқышты қосып, сары майды үккіштен өткізіп, үгітілген күйге келтіреміз. Енді жұмыртқа мен қантты ұнға қосып, қамыр елейміз. Қамырымыз жұмсақ әрі мықты болу керек. Дайын болған қамырды жайып, формаға орналастырып, шеттерін бортик жасап, шанышқының көмегімен тоңазытқышқа 5 минутқа қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, Орео печеньесін ұсақтаймыз. Содан кейін ыдысқа жұмыртқа, қант, кілегей, кукуруз крахмалы және Орео печеньесін салып, біркелкі масса болғанша араластырып, формаға құямыз. Бұл жерде форманы аздап ұрғылап, ішіндегі ауасын шығарамыз. Қызып тұрған 180 градус ыстық пеште пирогымызды 30-35 минут пісіріп аламыз. Егер видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліңіз.
Сәлем достар, бүгін біз нәзік әрі дәмді киш тағамын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: ұн, ірімшік, салқын су, пияз, жұмыртқа, сары май, кілегей, тоз бұрыш, тауық еті, брокколи, қызанақ, саңырауқұлақ, сұйық май және форма. Ең алдымен біз қамыр илейміз. Ол үшін ұнға сары майды қосып, үгітінді жасап, оған тұз, жұмыртқа, салқын су қосып, қамыр илейміз. Иленген қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа қатырып қоямыз. Енді тауық етін, саңырауқұлақты және пиязды майдалап тураймыз. Қызып тұрған майға пияз бен тауық етін қуырып, дәміне қарай тоз бұрыш қосамыз. Содан кейін саңырауқұлақты қуырамыз. Ірімшікті үпкіштен өткізіп аламыз. Дайын болған қамырды жұқа етіп жайып, формаға салып, шетін бортик жасап тегістейміз. Салмасына келетін болсақ, жұмыртқа, кілегей, ірімшікті, тауық еті және саңырауқұлақты қосып жақсылап араластырып, формаға құямыз. Брокколи мен қызанақты бетіне орналастырып, қызып тұрған ыстық 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында атақты KFC-нің қытырлақ тауықтарын жасаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, салқын су, тұз, қара қызылбұрыш, кептірілген пияз, паприка, крахмал, жұмыртқа және тауық қанаттары. Ең алдымен тауық қанаттарын артық жерлерін алып тастап, үстіне дәмдеуіштер мен крахмал қосып маринадтаймыз. Жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Енді панировка дайындаймыз. Ұнға паприка қосып, жақсылап араластырып, шетке алып қоямыз. Содан кейін жұмыртқа және су мен ұнды бөліп салып, біркелкі масса жасап, кляр жасаймыз. Қытырлақ қабат үшін алдымен тауықты клярға, содан кейін ұнға, қайтадан клярға, қайтадан ұнға салып, майды қатты қыздырып, тауықты орташа отта 6-8 минут қуырамыз. Қызарғанша күтеміз. Біздің қытырлақ тауықтар дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін сіздерге брауни десерттің жасалу жолын көрсетемін. Алдымен ірімшікке қант ұнтағын, ванилин, жұмыртқаның сары уызын қосып,
жақсылап араластырып шетке алып қоямыз. Содан кейін сары май мен шоколадты ертіп аламыз. Енді жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен жақсылап араластырып, оған ванилин, ерітілген шоколад және ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Ірімшікті дорбаға салып, дорбаның басын қайшының көмегімен кішкене қиып аламыз. Енді шоколадты массаны формаға құйып, бетіне ірімшікті орналастырып, шанышқының көмегімен араластырып, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің десерт дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді және тез дайындалатын рогалики пісіреміз. Алдымен ірімшікті шанышқының көмегімен майдалап, оған жұмыртқа, қант және жұмсақ сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, қамыр илейміз. Иленген қамырымыз жұмсақ әрі мықты болуы керек. Иленген қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қатырып қоямыз. Енді дайын қамырды 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін дөңгелек етіп жайып, қалыңдығы шамамен 3-5 мм. Әр қамырды 3 бұрыш етіп кесіп, кен жағына сгущенканы орналастырып, орап, рогалик формасын жасаймыз.
Дайын рогаликтерді пергамент төселген табаға қойып, бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіреміз. Біздің жұмсақ әрі дәмді рогаликтер дайын. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, пікір ойыңызды жазыңыз. Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді және тез дайын болатын восточный пирогын пісіреміз. Алдымен ұнға қопсытқыш, сары майды қосып крошка жасап аламыз. Содан кейін жұмыртқа мен қантты қосып араластырып, қамыр илейміз. Иленген қамырды пергамент төселген табаға орналастырып, шетін бортик жасап, шанышқының көмегімен тоңазытқышқа 10 минутқа қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, курага, изюм және грек жаңғағын жуып, кептіріп, ұсақ бөліктерге бөліп, қамырдың үстіне орналастырып, оның бетіне сгущенканы құямыз. Енді дайын пирогымызды қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің восточный пирогымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа немесе шайға керемет веналық вафли пісіретін боламыз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ерітілген сары майға қант, жұмыртқа, айранды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Вафли пісіргішті қыздырып май жағып, қамырды қасықпен құямыз. Біздің вафлилеріміз 1-2 минут пісуі керек. Енді шоколадымызды кондитерлік дорбаға салып, ыстық су құйып, оны жақсылап ерітіп аламыз. Қалауыңызша шоколад немесе жемістермен безендіруге болады.
Біздің вафлилерimiz дайын, өте жеңіл және дәмді. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін біз бәріміз жақсы көретін шырынды әрі дәмді манты әзірлейміз. Мен сіздерге оны дайындаудың оңай әрі дәмді әдісін көрсетемін. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ыдысқа тұз, мұздай су, жұмыртқа, сұйық май қосып жақсылап араластырып, ұн қосып қатты қылып қамыр илейміз. Иленген қамырды тоңазытқышқа 10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін пиязды майдалап турап, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, араластырып шетке алып қоямыз. Енді сиыр етін майдалап турап, ұсақтап алып, пиязға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырды бірдей бөлшектерге бөліп, оқтаудың көмегімен жұқалап жаямыз. Әр бөлікке бір ас қасық салма салып, мантымызды бүктейміз. Манты қазанды майлап, мантыны әдемі орналастырып, қайнап тұрған суға қойып 40-45 минут пісіреміз. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыз. Сәлем достар, бүгін біз керемет десерт сникерс пирогын дайындаймыз. Егер сіз сникерс жақсы көрсеңіз, онда бұл рецепт сізге арналған.
Алдымен біз қамыр дайындаймыз. Онға қопсытқыш, какао қосып араластырамыз. Содан кейін жұмыртқа мен қантты қосып жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Сары майды ұнға қосып крошка жасап, оған жұмыртқа мен қантты салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пергамент қағаз төселген табаға орналастырып, шетін бортик жасап, шанышқының көмегімен қамырды тоңазытқышта 10 минут қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, вареный сгущенканы арахиспен қосып араластырамыз. Дайын болған салманы қамырдың бетіне орналастырамыз. Пирогымызды қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Содан кейін шоколадты кондитерлік дорбаға салып, ыдысқа ыстық су құйып, ерітіп, пирогымыздың бетіне орналастырамыз. Біздің сникерс пирогымыз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді әрі тез дайындалатын сметаник пирогын пісіреміз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Онға қопсытқыш, май қосып, үгітінді жасап аламыз. Содан кейін жұмыртқа мен қантты біріктіріп араластырып, ұнға салып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды пергамент төселген табаға орналастырып, қамырды жайып, шеттерін бортик жасап, шанышқының көмегімен дайын болған қамырды тоңазытқышта 10 минут қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, жұмыртқа мен қантты біріктіріп жақсылап араластырамыз. Енді кілегейімізді салып, шамамен 30 секундтай араластырып, қамырдың бетіне құямыз. Енді пищевой красителімізді бетіне орналастырып, оны шанышқын көмегімен дұрыстап отырып, әдемілеп, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің сметаник пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Сәлем достар, бүгін біз қамыр небәрі 5 минутта дайын болатын өте дәмді самса дайындаймыз. Алдымен біз қамыр илейміз. Онға сары майды үккіштен өткізіп, үгітінді жасап аламыз.
Содан кейін қаймаққа тұз, қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, ұнға салып қамыр илейміз. Иленген қамырды 5 минутқа тұндырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, пиязға тоз, бұрыш, сиыр етін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырды бірдей бөлікке бөліп, 20 граммнан өлшеп аламыз. Қамырды жұқа етіп жайып, әр бөлікке бір ас қасық салма салып, самсаның формасын жасаймыз. Дайын болған самсалардың бетіне жұмыртқаны жағып, күнжут немесе мак сеуіп, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіз. Егер видео ұнаса лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сәлем баршаңызға, бүгін сіздерге тез әрі дәмді мексикалық тағам тауық еті мен тако дайындауды көрсетемін. Ең алдымен тауық етін, пияз және болгар бұрышын жолақтап тураймыз. Содан кейін ірімшікті өпкіштен өткізіп шетке қойып қоямыз.
Енді табаға сұйық майды құйып, тауық еті мен көкөністерді қосып араластырамыз. Паприка, тұз, қызыл қара бұрыш, кептірілген сарымсақ және ірімшікті қосамыз. Барлығы жұмсарғанша 5 минут қуырамыз. Енді жұқа лавашты дөңгелек етіп кесіп, үстіне салма салып, табаға орналастырып, үстіне ірімшік себеміз. Қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 10 минут пісіріп аламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Жаңа дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді және тез дайындалатын рогалики пісіреміз. Алдымен ірімшікті шанышқының көмегімен майдалап, оған жұмыртқа, қант және жұмсақ сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, қамыр илейміз. Иленген қамырымыз жұмсақ әрі мықты болуы керек. Иленген қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қатырып қоямыз. Енді дайын қамырды 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін дөңгелек етіп жайып, қалыңдығы шамамен 3-5 мм. Әр қамырды 3 бұрыш етіп кесіп, кен жағына сгущенканы орналастырып, орап, рогалик формасын жасаймыз. Дайын рогаликтерді пергамент төселген табаға қойып, бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіреміз. Біздің жұмсақ әрі дәмді рогаликтер дайын. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, пікір ойыңызды жазыңыз. Сәлем достар, бүгін біз нәзік әрі дәмді киш тағамын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: ұн, ірімшік, салқын су, пияз, жұмыртқа, сары май, кілегей, тұз, бұрыш, тауық еті, брокколи, қызанақ, саңырауқұлақ, сұйық май және форма.
Ең алдымен біз қамыр илейміз. Ол үшін ұнға сары майды қосып, үгітінді жасап, оған тұз, жұмыртқа, салқын су қосып, қамыр илейміз. Иленген қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа қатырып қоямыз. Енді тауық етін, саңырауқұлақты және пиязды майдалап тураймыз. Қызып тұрған майға пияз бен тауық етін қуырып, дәміне қарай тоз бұрыш қосамыз. Содан кейін саңырауқұлақты қуырамыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Дайын болған қамырды жұқа етіп жайып, формаға салып, шетін бортик жасап тегістейміз. Салмасына келетін болсақ, жұмыртқа, кілегей, ірімшікті, тауық еті және саңырауқұлақты қосып жақсылап араластырып, формаға құямыз. Брокколи мен қызанақты бетіне орналастырып, қызып тұрған ыстық 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Егер видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді және тез дайын болатын восточный пирогын пісіреміз. Алдымен ұнға қопсытқыш сары майды қосып крошка жасап аламыз. Содан кейін жұмыртқа мен қантты қосып араластырып, қамыр илейміз. Иленген қамырды пергамент төселген табаға орналастырып, шетін бортик жасап, шанышқының көмегімен тоңазытқышқа 10 минутқа қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, курага, изюм және грек жаңғағын жуып, кептіріп, ұсақ бөліктерге бөліп, қамырдың үстіне орналастырып, оның бетіне сгущенканы құямыз. Енді дайын пирогымызды қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің восточный пирогымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа немесе шайға керемет веналық вафли пісіретін боламыз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ерітілген сары майға қант, жұмыртқа, айранды қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз.
Вафли пісіргішті қыздырып май жағып, қамырды қасықпен құямыз. Біздің вафлилеріміз 1-2 минут пісуі керек. Енді шоколадымызды кондитерлік дорбаға салып, ыстық су құйып, оны жақсылап ерітіп аламыз. Қалауыңызша шоколад немесе жемістермен безендіруге болады. Біздің вафлилеріміз дайын, өте жеңіл және дәмді. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін біз керемет десерт сникерс пирогын дайындаймыз. Егер сіз сникерс жақсы көрсеңіз, онда бұл рецепт сізге арналған. Алдымен біз қамыр дайындаймыз. Онға қопсытқыш, какао қосып араластырамыз. Содан кейін жұмыртқа мен қантты қосып жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Сары майды ұнға қосып крошка жасап, оған жұмыртқа мен қантты салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пергамент қағаз төселген табаға орналастырып, шетін бортик жасап, шанышқының көмегімен қамырды тоңазытқышта 10 минут қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, вареный сгущенканы арахиспен қосып араластырамыз. Дайын болған салманы қамырдың бетіне орналастырамыз. Пирогымызды қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Содан кейін шоколадты кондитерлік дорбаға салып, ыдысқа ыстық су құйып, ерітіп, пирогымыздың бетіне орналастырамыз. Біздің сникерс пирогымыз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем баршаңызға, бүгін біз өте дәмді әрі тез дайындалатын сметаник пирогын пісіреміз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Онға қопсытқыш, май қосып үгітінді жасап аламыз. Содан кейін жұмыртқа мен қантты біріктіріп араластырып, ұнға салып, жұмсақ қамыр илейміз.
Иленген қамырды пергамент төселген табаға орналастырып, қамырды жайып, шеттерін бортик жасап, шанышқының көмегімен дайын болған қамырды тоңазытқышта 10 минут қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, жұмыртқа мен қантты біріктіріп жақсылап араластырамыз. Енді кілегейімізді салып, шамамен 30 секундтай араластырып, қамырдың бетіне құямыз. Енді пищевой красителімізді бетіне орналастырып, оны шанышқының көмегімен дұрыстап отырып әдемілеп, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің сметанник пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге тез әрі дәмді мексикалық тағам тауық еті мен тако дайындауды көрсетемін. Ең алдымен тауық етін пияз және болгар бұрышын жолақтап тураймыз. Содан кейін ірімшікті үпкіштен өткізіп шетке қойып қоямыз. Енді табаға сұйық майды құйып, тауық еті мен көкөністерді қосып араластырамыз. Паприка, тұз, қызыл қара бұрыш, кептірілген сарымсақ және ірімшікті қосамыз. Барлығы жұмсарғанша 5 минут қуырамыз. Енді жұқа лавашты дөңгелек етіп кесіп, үстіне салма салып, табаға орналастырып, үстіне ірімшік себеміз. Қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 10 минут пісіріп аламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Жаңа дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сәлем достар, бүгін біз керемет десерт Орео пирогын дайындаймыз. Бұл пирог ерекше дәмді әрі оңай жасалады. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, қопсытқыш, сары май, қант, жұмыртқа, кілегей, Орео печеньесі, кукуруз крахмалы және де форма. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін ұнға қопсытқышты қосып, сары майды үпкіштен өткізіп, үгітілген күйге келтіреміз. Енді жұмыртқа мен қантты ұнға қосып, қамыр ерейміз. Қамырымыз жұмсақ әрі мықты болу керек. Дайын болған қамырды жайып, формаға орналастырып, шеттерін бортик жасап, шанышқының көмегімен тоңазытқышқа 5 минутқа қатырып қоямыз.
салмасына келетін болсақ, Орео печеньясын ұсақтаймыз. Содан кейін ыдысқа жұмыртқа, қант, кілегей, көкөніс крахмалы және Орео печеньясын салып, біркелкі масса болғанша араластырып формаға құямыз. Бұл жерде форманы аздап ұрғылап, ішіндегі ауасын шығарамыз. Қызып тұрған 180 градус ыстық пеште пирогымызды 30-35 минут пісіріп аламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге керемет үлпілдек панкейктер жасаймыз. Бізге қажетті заттар: банан, сүт, ұн, жұмыртқа, қант, қопсытқыш, тұз және де сұйық май. Алдымен құрғақ заттарды біріктіріп аламыз, яғни ұн, тұз, қопсытқыш. Енді бананды майдалап болған қант, жұмыртқаны қосып араластырамыз. Содан кейін ұн мен сүтті бөліп қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майды құямыз. Қыздырылған табаға аздап май жағып, қамырды құямыз. Орташа отта әр жағын 1-2 минуттан қуырамыз. Қызарған кезде екінші жағында пісіріп аламыз. Біздің панкейктеріміз дайын, оларды шоколадпен немесе қант ұнтағымен ұсынуға болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп кетіңіз.